Қайырлы күн, достар. Біз бүгін Жаркент қаласына барамыз. Ән айтамыз. Және де сол Жаркент қаласындағы қызықты сәттермен сіздермен тағы да бөлісетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ерлан мен Баян. Сәлем баршаңызға. Біз Алматыны өте жақсы көреміз, бірақ та осындай кептеліс болған кезінде ұшып кеткіміз келіп тұрады. Бүгін біз Жаркентке қарай жол тартып бара жатырмыз. Дегенмен әлі Алматының кептелісінен шыға алмай, енді міне қаланың шет жағына қарай өттік. Алла қаласа, енді жол амандығы болып жатса, сол Жаркенттегі біздің ән сүйер көрерменмен, халықпен ыстық ықыласпен қауышып, бір-біріміздің жақсы энергетикамызбен алмасатын боламыз. Өте керемет, көңілді, жақсы кеш болады деп сенемін. Бізбен бірге болыңыздар. Ерлан мен Баян. Негізі біз мынандай табиғат аясын көрсек, тоқтап, демалып. Жаркентке кетіп бара жатырмыз, бірақ Жоқ, Жаркентке кетіп бара жатсақ, мынау жерде біз не қылып тұрмыз? Бала шағаны қалдырып әлде мені осындай бір кездесуге шақырып жатсың. Екеуміз серуендеп жүргенде концертімізді кешігіп қалмайық. Үштеп келеміз да, кинодағындай отырайық та машинада. Ол кинодағындай, онда сен маған есікті ашу керексің, отырғызу керексің. Сосын артқы есікті ашып беріп отырғызады деп. Кинодағындай ма? Ұнап қалды маған той. Ұнап қалды ма сол? Иә, ұнап қалды. Дәл қазір біз Алматы-Жаркент тас жолындамыз. Енді жол жүрген кезде әркім әртүрлі жағдаймен, мақсатпен жолда тоқтайды ғой. Біреулер талға бола тоқтайды, біреулер бой жазу үшін тоқтайды деген сияқты. Біз сіздерге осы, яғни Алматы-Жаркент бағытындағы тас жолды көрсету мақсатында тоқтап тұрмыз. Осындай керемет жол. Бұрындары шұңқыр, ойшық, сондай бір машинаның дөңгелектеріне бір зақым туғызатын бір сондай жолдар болушы еді. Аллаға шүкір, елімізде осындай керемет тас жолдар бар. Ерлан мен Баян. Осы қалай ойлайсың? Негізі өсекті ер адамдар көп айта ма, әлде әйел адамдар көп айта ма? Білмеймін. Негізі өсек деген жаман ғой. Айтылып жатса, соның бәрі негізі суға ағызып жіберу керек қой. Қандай су? Мысалы, мына жерде өсек деген өзен бар екен. Құрметті достар, біз Жаркент қаласына жол жүріп келе жатып, өсек деген осындай өзенді көрдік. Біздің өзімізге де қызық, неге өсек? Бәлкім барлығымыз өссек деген бір мағынада қойғысы келген шығар. Арада уақыт өтіп, жылдар өтіп, адамдардың бір-бірінен аузынан өсек болып тарап кетіп, бәлкім қателесіп өсек деп қойып жіберген шығар, кім біледі. Құрметті көрермендер, біз міне жол жөнекей талай қызықтың куәгері болып жатырмыз. Айналаның барлығы қазағымыздың кең даласында жайылған, малды көріп тұрмын. Есіме бұрынғы біздің ауылдағы балалық шағым есіме түсіп тұр. Күндізгі уақытта бір кезек сүтпен қой бағып, осындай жайбарақат, малдарымыз өрісте жүріп, кешкі уақытта бір ауылда ерекше науқан басталатын, мал келеді, әркім өзінің жоғалтып алған қойларын іздеп жатады бір-бірінен. Енді менің ойымша қазір осы бір малды үйлеріне әкеліп, сондай бір аласапыраннан кейін біздің кешкілік концертімізге халық келіп жақсылап бір демалатын шығар деп ойлап тұрмын. Сондықтан ауылды сағынсаңыздар, анда-санда ауылға қарай жол құрып тұрыңыздар.
керемет көрініс, керемет естеліктер, балалық шаққа бір саяхат. Бізбен бірге болыңыздар. Міне қызық ей заманым, өксітпей жауабыңды қайыр сәулем, ақшайыр орамалға байладағы қалалым, міне қызық ей заманым, ей алалым, міне қызық ей заманым, ей алалым, міне қызық ей заманым. Міне біз Жаркент қаласына келіп жеттік. Мына мәдениет үйінде бірер сағаттан кейін біздің концертіміз басталады. Керемет көңіл күймен концертті бастаймыз. Ал енді концерт қалай болып жатыр, оны дәл алдағы видеодан көрейік.
Достар, мінекей біз аман есен Алматымызға жеттік. Мына кішкентай балапандарымызға жетіп, бір қуанып жатырмыз. Алақай. Алақай, алақай. Алла қаласа, тағы да басқа концерттерде жолығатын боламыз. Төменге комментарий қалдарыңыздар. Бізді қай қаладан көргілеріңіз келеді. Сол жөнінде пікір қалдырып кетсеңіздер, келесі концертте жолыққанша. Сау болыңыздар.